Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі курсымыздың екінші сабағына да келіп жеттік. Екінші сабақтың тақырыбы бұл нысанды аудитория және де жарнама, оның түрлері жайлы айтатын боламыз. Бірінші күннің сабағында біз жалпы Инстаграм дегеніміз не екенін, ол қандай нәрсе, жалпы сол жайлы шолу айттық, және де өзіміздің нишамызды таңдау, егер де бар болатын болса, оны қайтып білуіміз қажет, өзіміздікі ма емес па, егер жоқ болатын болса, оны қайтып таңдауымыз керек, сол жайлы әңгіме болды, ақпараттар алдық. Енді бүгін сол нишамызбен жұмыс жасау үшін біз өзіміздің нысанды аудиториямызды анықтауымыз керек. Бұл дегеніміз целевая аудитория. Сол бағытыңызбен жұмыс жасау үшін қажет аудитория. Енді осы сіздің нишаларыңыз бағытыңызбен бәсекелес, яғни нишаластарыңыздың шаң қақтырудың ең басты жолы бұл ерекшелік. Яғни сіз ерекше болу арқылы басқа нишаластардан алдыға озып шыға аласыздар. Және де алдағы уақытта құлақтарыңызға алтын сырға, ерекше болудан қорықпаңыздар. Ол сіздердің бір фишкаларыңыз болады. Осы ниша деп жатырмыз, ол ниша деген ойбай табуымыз керек, анықтауымыз керек деп жатырмыз. Осы нишаңыз кімге арналған? Яғни бағанағы осы бағытыңызбен жұмыс жасау үшін сіз білуіңіз қажет. Не сататыныңызды білуіңіз қажет, оны кімге сатасыз, оны қалай сатасыз деген сияқты сұрақтардың жауабы болу керек. Онсыз сіз оны білмей, сіз ешқандай нәтижеге жете алмайсыз. Яғни белгісіз аудитория бұл белгісіз нәтижеге әкеледі. Сондықтан біз нысандағы аудиториямызды анықтауымыз қажет болады. Осы нысандағы аудитория кім ол сізге қажет, сіздің целевая аудиторияңыз ба? Оны қайтып анықтаймыз, және де оны кім екенін қайтып білеміз. Оны біз жасына, жынысына, отбасылық жағдайы, қызметі, табыс көлемі, көзқарасы, қызығушылығы, геолокациясы арқылы білетін боламыз. Бұл дегеніміз не? Мысал ретінде алатын болсақ, сіз визажистсіз, сіз кімдермен жұмыс жасайсыз? В основном 20 жас пен 40 жас аралығындағы әйел адамдармен жұмыс жасайсыз, яғни жасы 20 жас пен 40 жас аралығындағы, немесе 60 жас аралығындағы. В основном көбінесе сізде свадебный макияждар болады. Кім келеді оған? 20 жас, 25 жас, 30 жастағы кісілер келеді деген сияқты. Жынысы кімдер? Әйел адамдар. Отбасылық жағдайы қандай? Ол үйленген ба, бала шағасы бар адам ба, немесе бағанағы тұрмыс құрмаған адам ба, сол жайлы. Қызметі, табыс көлемі, сіздің бағана ұсынып атқан 10 мың теңгелік макияжыңызды 10 мың теңгелік макияжыңызды, мысалы, декретте отырған аналар жасата алмауы мүмкін, немесе 10-шы класс оқитын оқушы жасата алмайды. Яғни ол сіздің табыс көлеміне, қызметіне, ол оқушы ма, немесе мұғалім ба, сол жайлы барлығын білуіңіз қажет болады. Көзқарасы, өмір салты, мүмкін ол мүлдем боянбайтын адам болуы мүмкін, өзінің табиғи сұлулығымен жүретін адам болуы мүмкін. Сол сияқты оның көзқарасын, өмір салтын да білген дұрыс. Қызығушылығын білу керек, және де геолокациясын. Геолокация не үшін қажет? Сіз мысалға Алматы қаласында жұмыс жасайтын болсаңыз, сіз аны жақтағы Нұрсұлтан қаласындағы адамды оқырманыңыз қылып алсаңыз, целевая аудиторияңыз қылып алып алатын болсаңыз, не істейсіз? Алматыда қызметіңіз жасап жүресіз. Сіз үшін, мысалға, сізге макияж жасату үшін айдаладағы Астана қаласынан сізге келіп жасатпайды. Яғни сол үшін сіз геолокациясын да білуіңіз керек. Енді біз осы сұрақтар арқылы өзіміздің нысандағы аудиториямызды анықтай аламыз. Ал ол нысандағы аудиторияны анықтау үшін жаңағы нишамызды білуіміз керек. Сол нишаға байланысты біз аудиториямызды анықтаймыз. Енді аудиториямызды білдік деге, анықтадық оны. Енді осы нысанды аудиторияның портреті сізге не үшін қажет? Яғни сіз не үшін анықтап атсыз оны? Яғни ол бірінші фолловерлерді іздеу. Ол дегеніміз подписчиктерді іздеу, оның орындарын табу. Мысалы, жаңағы маған тек қана Алматы қаласының оқырмандары керек, адамдары керек, әйел адамдар керек деген сияқты подписчиктерді іздеу, фолловерлерді іздеу үшін қажет болады. Оқырманмен тілдесу стилмен
форматын анықтау. Мысалы сіз 5 класстағы оқырманға сіз жаңағы, мысалы мен айтайын, мен ана мен бала туралы ақпараттар айтамын, баланың мысалға тіс жаруы немесе температурасы көтерілуі деген сияқты. Ал мен ол жайлы айтатын болсам, жаңағы 5 класстың оқырманы болатын болса, менің парақшамды оқитындар басынан оқушылар болатын болса, ол маған тұрады, не жазып жатсың дейді мысалға. Маған не қажеті бар бұның, баланың тіс жарғаны маған не үшін керек деген сияқты. Сондықтан сіз өзіңіздің нысанды аудиторияңызды анықтау, бұл оқырманға не беретініңіз, қандай ақпарат беретініңіз, олармен қалай сөйлесу керек екеніңізді анықтайсыз. Және пост жариялау уақытын білесіз. Мысал ретінде жаңағы ана мен бала дейік, мені көбінесе декреттегі аналар оқиды, рецепттермен бөлсем, жаңағы бала ана жайлы бөлсемін. Олар қай уақытта көбінесе көреді? Олар кешке жақын шай тамақты беріп, бала шағасын жатқызып, сосын барып инстаграмға кіреді, яғни кешкі сағат 9-дан кейін, 9, 10, 11, 12-лерде. Яғни мен сол уақытта пост салатын болсам, ол адам инстаграмға кірген кезінде менің постымды көре алады. Ал мен түскі сағат 3-те салып қойдым, немесе түскі сағат 1-де салып қойдым. Ол не істейді? Обед береді, мысалға ата-енесіне, бала шағасына обед береді, ұйықтатады. Ол уақытта инстаграмға кірмейді. Алады да кешке жақын сағат 9-10-да кіреді. И мен сағат 3-те салдым, менен кейін оның мысалға менен басқа да оқитын адамдары бар ғой, олар кешке жақын сағат 9-да салды. Не істейді? Менің постымды көрмейді. Менің постым төмен қарата түсіп кетеді да, менен кейін бағанағы кісі кіріп көретін кезінде, мысалға сағат 9-10-дарда салынған посттары көрінеді да, мен төменге түсіп кете берем. Яғни пост жариялайтын уақытты білу керек. Ал оны менің постымды оқымаса, дымда пайдасы жоқ. Яғни мен біріншіден ахватым көтерілмейді, дымдап оны көрмегеннен кейін мен оған қаншалықты пайдалы екенімді білмейді. Сондықтан пост жариялайтын уақытты міндетті түрде білу үшін сіздің нысанды аудиторияңызды анықтап алуыңыз керек. Қай уақытта ол инстаграмға кіруі мүмкін. Және де оны статистика бөлімінен де көре аласыз, және өзіңіз бағанағыдай аудиторияңызды анализ жасау арқылы де біле аласыз. Және парақшаны безендіруге ақпараттар, жаңағы тақырыптарды таңдаған кезінде ана мен бала жайлы жазасыз ба, или сіз мектептегі оқушыларға беретін ақпарат жайлы жазасыз ба, әлде бағанағы визажист болатын болсаңыз макияждар туралы жазасыз. Сол жайлы ақпараттарды білу үшін де қажет болады. Енді түсінген боларсыздар, нысанды аудиторияны не үшін анықтауымыз қажет, бізге не пайдасы бар, қандай оның портретін анықтағаннан біз нені ұтамыз деген сияқты. Енді осы нысанды аудиторияны анықтауға кірісейік. Барлықтарыңыз мысалы қайтып анықтаймын деп қиналып кетесіздер. Оған кәдімгідей 5В деген әдіс бар. Ағылшынша методика, бұл әдіс 5W деген, яғни 5 түрлі W деген неден басталатын, what деген сияқты сұрақтарға жауап беретін. Сұрақтарға жауап беру арқылы сіз аудиторияңызды анықтайтын боласыз. Яғни біріншісі бұл не ұсынасыз? Бағанағы аудиторияңызға не ұсына аласыз сіз? Не сатасыз? Мысал ретінде мен отбасылық киім ұсынамын, отбасылық киім сатамын деген сияқты. Ол кімдерге керек? Яғни кім деген сұраққа кімге керек ол нәрсе? Жасы, жынысы, оның бағанағы отбасылық болатын болса, жасы 20 мен 50-60 жастағы әйел адамдарда, еркек адамдарда мысалға, отбасылық болғаннан кейін оны көбінесе кімдер көреді? Әйел адамдар көреді. Мынау мен күйеуіме керек нәрсе екен, мынау балама керек нәрсе, мынау өзіме керек деген сияқты. Оның жасын, жынысын анықтау арқылы неге сатасыз оны? Мысалы, ол не үшін сізден алу керек, не үшін сізден алады, неге сіз оған сатасыз деген сияқты. Мысалы, бағанағы отбасылық киімдерді сататын адам үйден шықпай-ақ интернет-магазин арқылы заказ беріп алу, киімін алу, тағы да баласына киім алу деген сияқты. Және де оны қашан сатасыз?
сезон бойы болуы мүмкін. Мысалы сіз шапка сататын болсаңыз тек қана қыста сатасыз деген сөз. Жаңағы визажист болатын болса, в основном сіздің сезоныңыз қай уақытта болады? Той болатын уақыт, жаз уақыты, күз уақыты, сол уақытта деген сияқты өзіңіздің табыс табу уақытыңыз қай уақытта, сезонын анықтайсыз. Және де қайда сатасыз? Сайтта ма, инстаграмда ма, жеке салоныңыз бар болуы мүмкін, немесе интернет магазиніңіз бар болуы мүмкін, немесе бір бутигіңіз бар мүмкін. Соның барлығын анықтап, нысанды аудиторияңызды анықтайсыз. Бұл тек қана біз енді қазір инстаграм жайлы айтып отқаннан кейін біз бұл жерде қайда дегенге инстаграмды аламыз. Ал жалпы бұл инстаграм ғана емес, қандай да бизнеспен айналысатын адам осы 5 сұраққа жауап беру арқылы өзінің целевой аудиториясын табатын болады. Енді блокноттарыңызға осы сұрақтар жазыңыздар, және де осы сұрақтың жанына өзіңіздің нишаңызға байланысты не ұсынамын. Мысалға, сіз не ұсынасыз? Бағанағы косметика, фаберликті ұсынамын. Кім алады менен? Жасы мынанша адамдағы. Мысалы, сізде фаберликте 50-ден асқан адамдарға арналған косметика болуы мүмкін. Мыналарды алады деген сияқты, жынысы деген сияқты. Осылай сұраққа жауап беру арқылы өзіңіздің нысанды аудиторияңызды анықтаңыз. Енді осы нысанды аудиторияны қайдан табам деп ойлап жатсыз. Сіз жаздыңыз, өзіңіздікін анықтап алдыңыз, қағаз бетіне мыналар менің нысанды аудиториям болады екен деп тізіп жазып алдыңыз, жынысын барлығын. Енді оны қайдан табасыз сіз? Бұл бәсекелестерге анализ жасау арқылы. Яғни жаңағы фаберликпен айналысатын болсаңыз, фаберликпен айналысатын адамдарды қарайсыз. Немесе жаңағы ана мен балаға беретін ақпараттар болатын болса, бұл жерде сіздер ойламаңыздар, қыздар, жалпы айтайын мен сіздерге. Бұл жерде қазір сатуды ойлап атқан шығарсыздар сіздер, мен сататын нәрсем жоқ дейтіндер болуы мүмкін. Тек қана блогер болғысы келетіндер, тек қана ештеңе сатпайды, тек қана блогер болғысы келетін адам болуы мүмкін. Бағанағыдай ана мен бала жайлы ақпарат беретін блогер болғысы келетін адам бар мысалға. Мен не үшін, мен қайтып оны целевой аудиториямды анықтаймын деп жатырсыз. Бұл жерде мәселен тек қана бір затты сату емес, бұл сіздің қызметіңіз болсын, ақпаратыңыз болсын, соны сату. Яғни сату деген, ол сату деген не? Лайк жинау, комментария жинау, флажок деген сияқты сіздің істеп жатқан ісіңізге обратный связь болуы. Ол мәселен тек қана ақша болу ғана емес, ол сізге взаимный бір связь болуы. Бағанағы лайк арқылы, комментарий арқылы сіз сол арқылы өзіңізге мотивация алып, арғарата ақпарат беретін боласыз. Яғни бағанағы ана мен балаға сіз 5 класстың өңкей оқушыларды жинап алып, оған ана мен бала жайлы ақпаратты айта алмайсыз ғой. Сіздің нысандағы аудиторияңыз аналар болады. Сол үшін тек қана бұл бір белгілі бір затқа ғана, зат үшін ғана нысанды аудиторияңызды анықтамайсыз сіз. Алда блогер болып оқырмандар жинау керек болса, сіз өзіңіздің қандай оқырман жинауыңыз керек, соны анықтау үшін осы нысанды аудитория керек болады. Оны және де қайдан табасыз? Сіз мысалға жай ғана блогер болатын болсаңыз да, сіз оқырман жинауыңыз керек. Ол оқырмандар сізде кім болады, соны анықтайсыз. Ол үшін бағанағы бәсекелестерге анализ жасайсыз, хэштегпен жұмыс жасайсыз. Хэштегпен болғанда өзіңіздің тақырыбыңызға байланысты хэштегтер, кім оқиды, аналар қандай тақырыпты оқиды? Мысалы, бала жайлы, одежда, мысалы, для детей деген сияқты сондай хэштегтер арқылы сіздің постыңызды көріп қалуы мүмкін. Сондықтан өзіңіздің тақырыбыңызға байланысты хэштегтің жақсысын алып, максимально 5-7 алып қолдануыңызға болады. Және де тақырыптық пабликтер, әртүрлі тақырыптық пабликтерге байланысты геолокациямен жұмыс жасау, әр постыңызға мысалға нені қою, Алматы, Астана деген сияқты қойып, геолокация арқылы жұмыс жасау арқылы өзіңіздің нысанды аудиторияңызды анықтай аласыз. Енді біз нишамызды анықтадық, енді нысанды аудиториямыз кім болу керек екенін білдік. Не істейміз енді? Жаңадан жасап келе жатқан блогер болғаннан кейін, жалпы блогер болсаңыз да, кім болсаңыз да, мысалы бизнесі бар адам болсаңыз да, сіз осы нысанды аудиторияңызды жинауыңыз керек, яғни жарнама жасатуыңыз керек, сіз өзіңізге клиент тауыңыз керек, оқырман тауыңыз керек. Ол үшін не істейміз? Жарнама жасаймыз. Енді біз жарнама жасау үшін жарнаманы
қандай болады және де оның түрлері қандай, соны білуіміз қажет. Енді жарнама жасатпас бұрын сіздердің барлықтарыңыздың құлақтарыңызға алтын сырға, жарнаманы жасатуға асықпаңыздар. Ең бірінші, аккаунт пен контентті дайындап алмай тұрып жарнама жасауға болмайды. Мүлдем болмайды. Ол деген ойбай жасасаң мынандай нәрсе болып қалады деген сөз емес, мысалға штраф салынады деген сөз емес. Просто так сіз жарнама жасатқаннан ешқандай сізге пайда келмейді. Мысал ретінде айтайық, сіз мысалға үйге қонақ шақырдыңыз да өзіңіз жатырсыз. Люстраңызда бағанағы балаңыздың колготкиі жатыр, жерде горшокта сідігі жатыр, оның жанында тұрсүйында боғы жатыр, тамақ дайын емес, ештеңе дайын емес, үйіңіз деген шашылып жатыр, өзіңізде алба-жұлбасыз. Үй тұрады да, сіз шақырған қонақ не істейді? Сізге келеді, кіреді, көреді андағы нәрсені. Үй тұрады да, ол не істейді? Отырады ма? Отырмайды никак. Ол келіп просто так сыпайылық танытып, мүмкін нанауыз тиіп қайтып мүмкін, бірақ ол сіздің үйіңізде ұзақ уақыт отырмайды. Дәл сол сияқты, егер де сіздің парақшаңыз дайын болмаса, оқырманға беретін ақпаратыңыз болмаса, айналдырған 10 тал постыңыз бар, аватаркаңыз алба-жұлба, шапкаңызда сізге не үшін келу керек, не үшін тіркелу керек, ештеңе жоқ, оған пайда беретін нәрсе жоқ, көрсетілмеген, посттарыңыз әртүрлі, біреу мен күйеуіммен, мынау менің балам, тамақ ішіп жатқан балаңызды көрсетіп қойған деген сияқты. Мысалға, ол мысалға сізге ғана қызық. Балаңыздың тамақ ішкені, оның қылықтары мысалы, ондай адамға пайда бермейтін, айдаладағы біреуге дымда қызық емес нәрсе болатын болса, келген жарнама арқылы сізге келген оқырман парақшаңызға кіреді де, обратно ұзақ отырмайды, отырғанның өзінде немесе мүлдем отырмайды, шығып кетеді. Сол үшін, мысалы, сіз қонақ шақырған кезінде үйіңізді дайындап, тап-тұйнақтай қылып, мысалы, қонақ шақырғанда бәріміз сөйтеміз ғой, дастарханымызды жасап, әдемілеп, бешбармақ, торт, бәрін қойып тұрып, келген кезінде күліп қарсы алып, жақсылап тұрып күтетін болсақ, ол қонақ не істейді? Сіздің шақырған қонағыңыз отырады, және де әңгімелеседі, мүмкін тағы да ертең келу мүмкін, келгісі келіп тұру мүмкін. Яғни ол оған сіздің үйіңіз және де сіздің қарсы алып алған нәрсеңіз ұнады деген сөз. Сол сияқты жарнама жасатқан кезінде де сіздің парақшаңыз соған дайын болу керек, оған ұнау керек. Сол арқылы сізге жазылу қажет. Ал олай болмайтын болса, бекер-демкер ақшаңыз желге ұшады. Мысалы, Қайрат Нұртасқа 3 миллионға ақша бердіңіз, ол сізге жарнама жасады, парақшаңыз көрсетті, кірді, сізге 3 миллион адам кіруі мүмкін, бірақ ол сізге жазылмай кетуі мүмкін, және де сатылым болмайды. Сондықтан міндетті түрде жарнама жасамас бұрын сіз соған дайындаңыз. Бағанағы нишаңызды анықтап, бәрін анықтап болдыңыз, енді сонымен жұмыс жасап, ақпарат хотя 20-30 пост адамға пайда келтіретін бір посттар болу керек. Адам кірген кезінде қарау керек, бітіп қалмау керек. 20-30 пост оған пайда беретін нәрсе болса, ол адам, мынау значит пайдалы екен, ну-ка жазылайын деген сияқты ой болу керек. Сол үшін соны есте сақтаңыздар. Енді жарнамаға келейік. Жарнаманың тегін және де ақылы түрі бар. Тегін мен ақылы түрін кішкене ерекшеліктерін айтып кетейін, айырмашылықтарын. Тегін дегеніміз бұл барлық жерде тегін нәрсе, ол былай қарасаңыз, тегін болғаннан кейін адам көп дұрыстап мән бермейді, дұрыстап серьезно қарамайды. Өйткені оған ақша төлемегеннен кейін особо қатты нәтиже бермейді. Тегін деген нәрсенің барлығы сондай. Ол дегеніміз не? Көп уақыт алу мүмкін, энергияңызды алу мүмкін, сіз тегін жарнаманы қайтуыңыз мүмкін, бір белгілі бір блогерлігіңізге біреуге жалынып, жалпиып жатып, мысалы, жасатуыңыз мүмкін, оған энергияңыз кетті, уақытыңыз кетті, нәтиже ұзақ болуы мүмкін, немесе мүлдем болмауы мүмкін. Жаңағы ақылы жарнаманы айтайық енді. Ақылы жарнама бұл тез, нәтижелі және де аз уақытта болуы мүмкін. Яғни ақша бердіңіз, ол жақсылап жарнамасын жасады, сізге клиент келді, немесе оқырман келді, нәтижесі бар, тез және де аз уақыттың ішінде істелінді. Бірақ тегін жарнама бұл тегін, ақылы жарнама әрине ол қымбат болады. Соны ескереміз. Енді тегін жарнама мен ақылы жарнамалар қандай? Соған келейік. Тегін жарнамаларға бұл хэштег, ол жерде мәселе тек қана бір блогер жарнамалау емес, жалпы оқырмандар қайтып келеді. Хэштег арқылы, бағанағы айтып отырмыз ғой, ұзақ
болуы мүмкін, энергияңыз кетеді, нәтижесі болуы мүмкін, немесе мүлдем азғантай болуы мүмкін деген сияқты. Бұл яғни хэштегтер арқылы сіз мысалы пост жазасыз ана мен бала жайлы, оған хэштег белгілі бір хэштегіңізді қоясыз, ол хэштег арқылы сізді көріп қалуы да мүмкін, сізге көріп жазылуы да мүмкін, немесе жазылмауы да мүмкін. Яғни не, сіз еңбектеніп жатсыз, оған уақытыңыз кетіп жатыр, бірақ нәтижесі қалай болады? Ұзақ болуы мүмкін, немесе болмауы мүмкін. Достық қолдау, жаңағы бағанағы бір досыңызға мені жарнамалап жіберші парақшаңда деген сияқты болуы мүмкін. Оған не істейді? Энергияңыз кетеді. Басқа әлжелілердегі анонс, мысалға көптеген мысалға блогерлер бірдеңелер бар, менің жақсылап комментария жаз, сол комментариям ұнайып жатса сені сториске жіберемін деген сияқты, сториске сені белгілеймін деген сияқты. Ондай болса ол не істейді? Сіз сіздің жазған комментарияңызды ұнатуы мүмкін, ұнатпауы мүмкін. Ол сізді жарнамалауы мүмкін, жарнамаламауы мүмкін. Яғни уақыт бұл жерде де энергия кетіп жатыр. Геотектер, белгілі бір бағана Алматы Астана деген сияқты геолокацияны белгілеу арқылы. Өзара пиар деген бар. Тегін жарнаманың ішінде осы хэштег өзара пиар деген жақсы. Өзара пиар дегеніміз бұл өзіңіздің парақшаңызға ұқсас, мысалға 10 мың оқырманыңыз бар болатын болса, ода да 10 мың оқырман, немесе 11 мың оқырман, 8 мың оқырманы бар адаммен келісімге келесіздер. Мысалы осы курста отырған адамдар бір-бірлеріне келісім арқылы бір-біріне жарнама жасау. Мысалы сен менің парақшамды жарнамала, мен сенің парақшаңды жарнамаламын деу арқылы. Яғни взаимный пиар жасау. Репостқа бонус деген сияқты түрлері бар. Және де тегін жарнама, лайк тайм. Біреуіңіз білсеңіз, біреуіңіз білмейтін шығарсыз. Көптеген блогерлер болсын, жаңадан бизнес бастап жатқан адамдар лайк таймға қатысады. Лайк тайм дегеніміз бұл чат. WhatsApp'та бір чат ашылады, сол чатта мысалға 60 адам отырады, бағанандай блогерлер, сіздер сияқты может адамдар мысалға, олар күнделікті өзі сол чатта ақылы чат болады, мысалы тегін чаттар болуы мүмкін, лайк тайм. Сол жерде өзінің админі болады, ол админ күнделікті мынанша уақытта өзінің ережесі болады, сағат 9, кешкі сағат 9-да пост салынатын уақыт дейді. Сағат кешкі 9-да сіз пост саласыз, ол админ сіздерге хэштег береді, сол хэштег арқылы сіз өзіңізді постыңызға қоясыз да, и сол хэштег арқылы шыққан бүкіл адамға лайк қоясыз, комментария жазасыз, сақтап аласыз оның постын. Яғни сол отырған 60 адамның постына сіз істедіңіз, ол сізге істейді. Сөйтіп бір-біріңізге 60 лайк, 60 комментария, 60 флажок жинауыңыз мүмкін. Яғни осындай белсенділікті арттыруға арналған лайк таймдар бар. Және де оған бастамасында қатысқан дұрыс. Постоянно емес, басында кішкене көтеріліп алғанға дейін қатысқан дұрыс. Және де белсенділік чаттар бар. Олар дегеніміз мысалға сіз ақы төлейсіз, мысалы ай сайын 5000 теңге деген сияқты, маған мысалы жарнамалар келеді сондай, 5000 теңге төлейсіз, и сізге басқа адамдар жасап береді. Сіз төлегеніңіз үшін 100 лайк, 100 комментария деген сияқты, 100 сақтау деген сияқты сондайлар істейтін нәрселер бар. Және марафондар түрлі, конкурстарға қатысу арқылы, ірі блогерлердің постының астына немесе эфиріне бір жақсы нәрсе жазу арқылы, яғни сіз комментария жаздыңыз, басқа оқырман сіздің комментарияңызды оқып, сіздің комментарияңызды ұнату арқылы сіздің парақшаңызға кіріп көру мүмкін. Эксперттік пост, эфирге қонақ болу деген бар. Мысалы бір-біріңізге қонақ боласыздар, сол арқылы да бір-біріңізбен оқырманды алмасуларыңызға болады. Енді ақылы жарнамаға келейік. Ақылы жарнаманың түрлері: таргет, блогерге жарнама жасату, giveaway бар. Таргетті біз жеке өтетін боламыз негізі. Блогерге жарнама жасауды айтып кетемін қазір. Таргетке келетін болсақ, бұл Facebook арқылы жасалынатын нәрсе, яғни бұл автоматты баптау, пост және сторизге шығару арқылы. Бұл таргеттің бір жақсысы, өзіңіздің нысанды аудиторияңызды таңдайсыз. Ол жерде мысалы жаңағы жынысы деген сияқты өзі геолокация бойынша, жыныс бойынша, жас бойынша өзіңіздің целевая аудиторияңызды таңдау арқылы жасайтын нәрсе бұл таргетинг. Енді блогерлерге жарнама жасау. Бұл блогерлерге жарнама жасаудың бір несі, сіз ол блогердің целевая аудиториясын білуіңіз керек, оның стилі қандай, белсенділігін, охватының деңгейін білуіңіз керек, оның бағасы мен талаптарына сай, басқалардың пікірі мен нәтижесіне қарай блогерге жасауыңызға болады. Көптеген кезде болады, кейбір блогерлер мысалға
қалай айтсақ болады, мысалға қалауым жобасын көретін болсаңыздар, қазіргі таңда сол қалауымнан шыққан адамдар көбісі гиф жүргізеді, конкурстар жүргізеді және де осындай жарнама жасайды. Бірақ оның целевой аудиториясы кімдер болады, сізге қажет адамдар ма? Мысалы ретінде алайық, ол бағанағы нені кімдер қарайды? Қалауымды кімдер қарайды? Мысалы көбінесе үйде отырған аналар қарайды, жұмыс жасамайтын адамдар қарайды ғой, негізінен түскі уақытта болғаннан кейін үлкен апалар қарайды оны. Яғни оның целевой аудиториясы кім болуы мүмкін? Оның оқушы болуы мүмкін, аналар болуы мүмкін, үйде отырған, және де үлкен кісілер болуы мүмкін. Яғни сізге сол адамдар керек болатын болса, тогда сол адамға жасатуыңызға болады. Яғни ол блогеріңіздің де нысанды аудиториясын барлығын анықтап алуыңыз қажет. Ендігісі гиф. Қазіргі таңда барлық жұлдыздар болсын, кім болсын гиф жүргізеді. Менің парақшамдағы подписки бөліміндегі бүкіл адамға тіркел, сол кезінде сен мынаны ұтып аласың, iPhone ұтып аласың деген сияқты. Яғни сіз сол, мысалы, Ерке Есмахан гиф жүргізді, сіз сол Ерке Есмаханға спонсор боласыз. Яғни бір 20 мың теңгеңізді ма, 30 мың теңгеңізді ма беріп спонсор боласыз. И спонсор болғаннан кейін бағанағы спонсорларға тіркел дейді ғой, 100 спонсордың ішіне сіз кіресіз, и бағанағы айфонды ұтып алғысы келген Ерке Есмаханның оқырмандары сізге тіркеледі. Яғни 5 күннің ішінде сіз 10 мың оқырман, 20 мың оқырман жинауыңыз мүмкін. Бірақ бұның бір минусы гифтің, сізге топырлап оқырмандар келеді, бірақ не үшін керек? Ол сіздің именно ойбай мына кісі маған керек деп келмейді, олар айфонды ұту үшін келеді. Бірінші очередь тегін нәрсеге қол жеткізу үшін келеді. Екінші очередь ол жерде сіздің аудиторияңызға сай болуы мүмкін, ол оқушы болуы мүмкін, немесе мүлдем келмеуі мүмкін сіздің аудиторияңызға, Яғни ол гифке қатысқан кезінде де сол гифті жүргізіп жатқан адамның целевой аудиториясын примерно білуіңіз қажет, және де оқырман, гифпен келген оқырмандар тез келеді, бірақ конкурс біткеннен кейін көбісі шығып кетуі мүмкін. Ол үшін сіз не істейсіз? Оны бәрін нақтылап біліп, әр қадамның уақытын біліп, және де келген фолловерлермен әрекеттесу жасау керек. Яғни сол келген оқырмандарыңызға сіз кетіп қалмау үшін жұмыс жасауыңыз керек. Ол үшін сіз аудиторияны қыздыруыңыз қажет. Не істейсіз? Таныстыру постын жасып, ол оқырман бағана гиф болып жатқан аралықта сіз өзіңіз таныстырып, өзіңізді бағанағындай пайдалы, өзіңіз қаншалықты ол адамға пайда алып келе алатыныңызды көрсетесіз. Мүмкін сізде конкурс ойнатып, сыйлық беріп, сондай бір қызықты нәрселер істеу арқылы сіз оқырманды өзіңізге қалтыруға әрекет жасайсыз, және де ол оқырманға керек екеніңізді білдіруіңіз керек. Оның лентасынан шығып тұруыңыз керек, чтобы сіз, мынау адам маған керек қой, жарайды бұдан отписка жасамайын деген сияқты ой қалыптастыруыңыз керек. Соның өзінде де бұл оқырман 10 мың адам келсе, сізден 3 мың, 4 мыңы шығып кетуі мүмкін, отписка болуы мүмкін. Отписка болған жағдайда сізде охват төмендеп кетеді. Сол үшін сіз отписканың орнын қайттан толтыруыңыз қажет болады. Ол үшін не істейсіз? Яғни гифтан кейінгі жұмыс бұл таргет жарнамасы арқылы адамдар, оқырмандарды толықтырасыз. Блогерге жарнама арқылы, марафон, басқа да идеялар арқылы сіз қайттан кетіп қалған адамдардың орнын қалыпты толтыруыңыз қажет болады. Және де аккаунтты тазалау. Ол қолмен немесе автоматты әртүрлі приложениялар арқылы жасауыңыз қажет болады. Ол не үшін қажет? Қазір енді айтамын. Аккаунтты тазалау дегеніміз біз охват деп жатамыз, яғни былай аралап қарасаңыз, фолловер сізге жазылған адамның жазылып алған нелерін қарасаңыз, подписки бөлімін қарасаңыз, көп адамдарда 1000, 2000, 3000, 7000-ға дейін подпискisi болады. Өздері подписчигі 100, 200 немесе 50 болады да, бірақ подписки бөлімі оның жазылып алғаны өте көп болады. Ал ол не деген сөз? Ол дегеніміз сіздің оның лентасынан сіз шығуыңыз, постыңыз көрінуі мүмкін, немесе көрінбеуі де мүмкін деген сөз. Ең бірінші қазір охватты түсіретін нәрселерді анықтайық. Бұл сапасыз контент, яғни бұл сізге қатысты. Сіздің контентіңіз сапасыз болуы мүмкін. Немесе бағанағындай массалық unfollow, массалық follow, шығып кету, отписка жасау деген сияқты. Фотодағы жазулар, галерея, бірдей немесе мәнсіз хэштегтер, таптаза сатылымдық посттар болса, мысалға, тек қана алып фаберликті қоя беретін болсаңыз, товарыңызды қоя беретін болсаңыз, ол
адамға дым қызық болмай кетеді, және де тізесі шыққан фотолар, бағанағы болмай қалған бір мамамен немесе болмай қалған емес, жалпы сізге ғана личный, сізге ғана қатысты нәрселер салу, ол таныс емес адамдарға дым қызық емес, яғни сол үшін тізесі шыққан фотолар деген қажет емес, яғни сіз оқырманға пайда келетін ғана заттар болуы қажет. Енді бана айтып жатырмыз, ахватты түсіріп кетпеу үшін бана подпискаға келген адамдардың фолловерлеріңіздің қанша адамға жазылғанын қарау керек деп жатырмыз, мән беруіңіз қажет деп жатырмыз, арасында соны тазалап өшіріп тұруыңыз қажет. Ол қалай? Жаңағы подписки бөлімінде 500-ден төмен болса жазылған адамдары, ол басқаларға қарағанда сіздің публикацияңыз оның лентасына жиі шығып тұрасыз деген сөз. Ал если 500-ден 1000-ға дейінгі аралықта болса, сіздікін кейде көру мүмкін, немесе көрмеуі де мүмкін деген сөз. Немесе 1000 мен 2000-ның арасында болса, мүмкін сіздікін көріп қалуы мүмкін. Егер сіздікін көріп жатса, сіз бақыттысыз деген сөз. Ал 2000-нан жоғары болатын болса, ол сізді көруде, көрмеуде мүмкін, мүлдем көрмеуі мүмкін. Өйткені ол жерде бағанағындай конкурсқа, гифке қатысу арқылы бәленбай подписканы жинап алып отырған адамдар. Яғни ол өйтіп сіздің парақшаңызды қарап отыратын адам емес, сондықтан міндетті түрде 1000-нан жоғары адам фолловер жазылып алған парақшаларды өзіңіздің неңізден, подписчиктеріңізден өшіріп тастап отыруыңызға болады. Оны заблокировать етуге болады, немесе кәдімгідей өшіріп отыруға болады. Оны қолмен істеуіңізге болады, немесе автоматты бір приложениялар арқылы істеуіңізге болады. Осы бүгінгі тақырып. Назарларыңызға рахмет. Барлығы түсінікті, қарапайым тілде айттым деп ойлаймын. Егер де түсінбей жатқандарыңыз болатын болса, сұрайсыздар, чатта сұраңыздар, және де берілген астындағы тапсырмаларды орындап, 3-ші сабақта көріскенше сау саламатты болыңыздар.